сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз етін жеуге болатын құстар. Жиіркенішті болмаған, өлексемен қоректенбейтін, ауын тырнақтарымен ауламайтын құстарды жеуге болады. Сауысқан, орман кептері, бұлбұл, шымшық, тотықұс, кекілік, қырғауыл, көгершін, бөдене, қараторғай, тауыс, қарлығаш, жапалақ, тырна, пайыз торғай, зябелики, торғай және қараторғай секілді құстар халал болып табылады. Бәбісек мәкрух болады. Ханафи және ханбелиді шағаланы жеуге болмайды. Маликиді шағала және құтан құсын жеуге болады. Етін жеуге болатын үй құстарының жабайы түрлері саналатын қара тауық, жабайы үйрек, жабайы қаз, аққу секілді құстарды жеуге болады. Үндіктің жабайы түрі саналатын түйе құсты да жеуге болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.